Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен квал-тестке дайындықты бастайтын боламыз, яғни педагогика саласымен барлығына қиынға соғып жатқан. Бірақ бұл жерде дайындалу өте оңай және дұрыс сұрақтардың жауабы берілген нұсқасы. Ал ендеше бастаймыз. Бірінші сұрақ, бұл санаға ақпарат енгізіп, онымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жады. Бұл бізде қысқа мерзімді жады. Келесі, баланың білім, дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қарай орналастырылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал бұл көпіршелер. Көпіршелер деген нұсқаны белгілейтін боламыз. Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы технологиялық білім. Бұл жерде компьютерлік бағдарламалау деген кезден-ақ технологиялық білім екенін білуге болады. Келесі сұрақ, бұл бізде бәсекелестікке құрылған топ ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрін көрсетіңіз. Айналып дебат, әңгіме, дебат. Келесі сұрақ. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтау үшін ең тиімдісі өзгелерді оқыту. Бұл оңай. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделетін оқыту ортасы бұл оқушыға бағдарланған деген нұсқа дұрыс екен. Келесі сұрақ. Таңба арқылы елестету қабілетіне қатысты ерекшелік бар жады түрі ол семиотикалы. Келесі. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттамалау бар. Яғни қадағалау сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті ол оқушының сұраққа жауабын тыңдау. Келесі сұрақ. Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты бұл әрине кері байланыс ұсыну. 10-шы сұрақ. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы бұл алынған мәліметтердің мәнін анықтау деген нұсқаны белгілейтін боламыз. Келесі сұрақ. Блек пен Уильям зерттеулерінде сыныптың қара жәшік метафорасы қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясын көрсетіңіз, яғни бұл оқушыларды өзін-өзі бағалауға қатыстыру. Келесі сұрақ. Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, ақтаңдақтарды жоюдағы бағалау мақсаты оқудағы қиындықтарды анықтау. Яғни бақылау жазу арқылы мұғалім оқушының не білмейді, не білетінін тексереді. Келесі, бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар. Интерпретация сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті. Дәл жаңа қайталанған сұрақ, оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру. Енді келесі сұрақ бізде білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керектігін анықтау үшін жүргізілетін бағалау, бұл оқу үшін бағалау. Келесі бізде дарынды және талантты оқушылардың жаңа идеяларға сынақ жүргізуге және қателесуге, тәуекел етуге дайын деген сипаттамасының санаты бұл креативті ойлау санаты екен.